Майлыгиян Маңғыстаудың мәртебелі тұрғындары мен меймандары қайырлы кеш. Төл арнаның сәрсенбілік кешін тікелей эфирде ұзын сөздің қысқасы хабары жалғастырады. Президент тапсырды, үкімет іске асырды. 2023 жыл қазақстандықтардың өмірінде қандай жаңалық болады? Біз бүгін әлеуметтік төлем мөлшері артты тақырыбында хабар таратамыз. 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап Қазақстанда зейнетақы мен жәрдемақылардың барлық түрлерінің мөлшері өсті. Бұл 4,4 миллион зейнетақы мен жәрдемақы алушыға тікелей әсер етеді. Осы мақсаттарға республикалық бюджетте 4,6 триллион теңге қарастырылған. Естеріңізге салайық, мемлекет басшысы жақында 2023-2025 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы заңға қол қойған болатын. Біз бүгін зейнетақы мен жәрдемақы жүйесіндегі бірқатар өзгерістер турасында айтамыз. Студиямызға әлеуметтік мәселелерге жауапты спикерлер келіп тұр. Ендеше таныс болыңыздар. Маңғыстау облысы жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының бөлім басшысы Жұмасат Тұрсынбек Бейсенбекұлы. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау комитеті Маңғыстау облыстық департаменті басшысының әлеуметтік мәселелер жөніндегі орынбасары Қалмағанбетова Айжамал Ұзақбайқызы. Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры акционерлік қоғамы Маңғыстау облыстық филиалының директоры Үркімбаев Өтеген Жұмабайұлы. Сонымен қатар азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы коммерциялық емес акционерлік қоғамы Маңғыстау облыстық филиал директорының орынбасары Нұрлыбаев Ұлан Серікбайұлы. Құрметті қонақтар, студиямызға қош келдіңіздер. Алдыменен келіп жеткен жаңа жыл мерекесімен құттықтағымыз келеді. Еңбектеріңіз елене берсін, халық үшін қалтқысыз еңбек ете беріңіздер деген тілегіміз бар. Қымбатты көрермендер, әлеуметтік төлем мөлшерінің артуына байланысты тікелей эфирдегі хабарымызға сіз де үлес қосып, сауал қойып, ой білдіріп, пікір айта аласыздар. Төменде көрсетілген ұялы байланыс желісі арқылы қоңырау шалыңыз, не болмаса WhatsApp желісіне хат жолдауларыңызға болады. Ендеше басталық, енді Маңғыстау облысы бойынша жоғарыда республикалық дәрежедегі статистиканы айттық. Маңғыстау өңірі бойынша 250 мыңның үстінде зейнетақы мен жәрдемақы алушылар тұрады. Алдыменен Қазақстандағы жалпы еліміздегі, өңіріміздегі зейнетақы жүйесіндегі жаңашылдықтардан бастасақ, Айжамал Ұзақбайқызы, Ұлан Серікұлы, сөз өздеріңізде. Рахмет. Қайырлы кеш, құрметті облыс тұрғындары, телекөрермендер. Баршаңызға белгілі, жыл сайын үкімет қаулыларына сәйкес зейнетақы және жәрдемақы төлемдері жыл сайын арттырып келеді. Міне осы 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап тағы да алда өзгерістер арттырулары күтілуде. Нақтырақ атап айтатын болсақ, жасына байланысты зейнетақы төлемдері мен еңбек сіңірген жылдар үшін зейнетақы төлемдерінің мөлшері алатын мөлшерінен 10,5%-ға арттырылды. Базалық, мемлекеттік базалық зейнетақы төлеміне келетін болсақ, енді ол ең төмен күнкөріс деңгейіне пайыздық арақатынаста белгіленетін болғандықтан, бұл мемлекеттік базалық зейнетақы төлемі ең төмен күнкөріс деңгейі шамасының өсуіне байланысты арттырылды. Сонымен бірге айта кеткім келеді, жаңадан тағайындалатын жасына байланысты зейнетақы төлемдерінің мөлшерін есептеу кезінде ескерілетін ең жоғарғы табыс, яғни 46 еселенген айлық есептік көрсеткіштен 25 айлық есептік көрсеткішке дейін өсті. Яғни бұл ең жоғарғы кірістің табыстың өсуіне байланысты осы 2023 жылдың 1 қаңтарына дейін жасына байланысты зейнетақы төлемдерін есептеу кезінде, төлемдердің мөлшерін есептеу кезінде есепке алынған орташа айлық табыс 46 айлық есептік көрсеткішпен шектелген зейнеткерлердің зейнетақы төлемдерінің мөлшеріне арттыру жүргізілді. Яғни 46 айлық есептік көрсеткіштен 25 айлық есептік көрсеткішке есептеліп, қайтадан есептеу, яғни арттыру жүргізілді. Жалпы облыс көлемінде айтатын болсақ, 197 мыңнан астам зейнетақы және жәрдемақы алушылардың төлемдеріне арттыру жүргізілді. Яғни осы аталған алушылар осы қаңтар айында өздерінің төлемдерін жаңа мөлшерде алатын болады. Енді 2022 жылғы 1 қыркүйектегі мемлекет басшысының жолдауында, яғни зейнетақы жүйесінің тиімділігін арттыру тиімділігін бірнеше жаңа топтамалары ұсынылған болатын. Сол топтамалар, яғни әйелдердің зейнеткерлік жасы, сол бойынша енді ары қарай әріптесім Ұлан Серікбайұлы жалғастырса. Жақсы, президенттің сол кездегі жолдауында айтылған үлкен бір өзгерістер бір халықты елең еткені рас. Енді дәл осы қаңтар айының 1-нен бастап президент пәрмені іске аса бастады. Ұлан Серікбайұлы, өзіңіз толықтырсаңыз зейнетақы мәселесін.
Қайырлы кеш, құрметті облыс, қала, аудан тұрғындары, телекөрермендер. Баршаңызға мәлім, осы жылдан бастап зейнетақы жәрдемақыға көптеген өзгерістер енгізілді. Яғни оның бірі өздеріңіз білесіздер, кешегіде қыркүйек айында өзіміздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өзінің сөзінде әйел азаматшалардың зейнет жасын 60 жасқа, яғни 2028 жылға дейін 5 жылға тоқтата тұруын қабылданған болатын. Осы жылдан бастап, яғни қаңтар 20 жылдан бастап іске асады. Яғни мен қысқаша тоқталғым келіп отыр, әйел азаматшалар зейнет жасы бойынша біздерде 2018 жылы заңға өзгерістер енгізіліп, 2018 бен 2027 аралығында ер адамдардың жасымен теңестіру мақсатында 10 жылдың ішінде жылына жарты жылдан қосу мақсатында реформа жүргізілген болатын. Яғни осы 2022 жылы әйел адамдар 60 зейнетке 60 жас 6 айдан бастап зейнет жасқа шықты. Ал қазір енді бұйырса осы қаңтар айынан бастап әйел адамдар 60 жастан зейнетке шығады. Ол әрине енді ол бойынша да көптеген әйел азаматшалар митингке де шықты деп айтуға болады. Әкімшіліктердің алдына, министрліктердің алдына, соның барлығының өзінің президент дұрыс шешім қабылдады деп ойлаймын. Бір жағынан ол елде болып жатқан коронавирус пандемиясы азаматтардың денсаулығы мен өмір сүру ұзақтығына теріс әсерін тигізу мақсатында сондай бір шешім қабылданған дұрыс деп ойлаймыз. Одан кейін екінші өзгеріс базалық зейнетақы және базалық зейнетақы деген бар. Яғни зейнетақы деп отырғанымыз жаңа айтып отырық қой, ер адамдар өзгеріс болған жоқ, 60 жастан қалды, әйел азаматшалар 60 жастан шығатын болады. Сонымен базалық зейнетақы дегеніміз ол зейнетақы қосымша. Яғни 2018 жылдың шілдесіне дейін барлық азаматтар барлығы бірдей көлемде зейнетақы алып келді, яғни ең төмен күнкөріс деңгейінің 54%. Одан кейін ол 2018 шілдесінен бастап өзгерістер енгізілді. Яғни кімде 10 жыл еңбек өтілі бар, немесе еңбек өтілі болмағандарға, оларға ең төмен күнкөріс деңгейінің 54%-ын тиісті болды. Ал кімде 20 жыл бар, 74%, кімде 30 жыл 94%, кімде 33 жыл бар, одан жоғары болса, яғни бір ең төмен күнкөріс деңгейінде. Мысалы қазір таңда айтатын болсақ, 40.567 теңге тағайындалып келді. Осы базалық зейнетақы бойынша осы жылдан бастап өзгерістер енгізіліп отыр. Онда кеше президенттің жолдауында да айтылды. Осы базалық зейнетақыны кезеңмен ең төменгі базалық зейнетақыны 54%-дан 70%-ға дейін, ең жоғарғы мөлшерін 100%-дан 120%-ға дейін кезең-кезеңмен өсіру айтылған болатын. Яғни соны осы жылдың қаңтарынан бастап, міне уже біз төлеп жатырмыз. Ең төменгі базалық зейнетақы, яғни 54% емес, ең төмен күнкөріс деңгейінің 60% болып белгіленді. Яғни қазір таңда 40.567 ең төмен күнкөріс деңгейі десек, оның 60%-ы 24.341 теңге болды. Ол базалық зейнетақы бойынша. Сонымен бірге айтайын дегенім, басында 54% дедік, міне қаңтардан 60%. Жаңа мен сөзімді айтып кеткенде, кімде 30 жыл бар, одан жоғары болса, бір ең төмен күнкөріс деңгейі деп айтсақ, уже ендігіде 33 емес, 30 жыл еңбек өтілі болса, ол міндетті түрде 100% бір ең төмен күнкөріс деңгейін ала алады. Яғни 40.567-ні 30 жыл емес, 30 жылдан асса ала алатын болады. Одан кейінгі тағы бір өзгеріске тоқталғым келеді. Енді жаңада айтылып өтті, зейнетақы патолог дейміз ғой, ең жоғары көрсеткіші. Яғни ол мысалға біз зейнетке адам шыққан кезде біз 98 жылға дейін еңбек өтілін ынтымақты жүйе бойынша еңбек өтілін аламыз 98 жылға дейін. 98 жылдан қазірге дейін, мысалы зейнеткер қазір зейнетке шығатын болса, біз жұмыс орнынан табыс туралы анықтама сұрататын боламыз. Қазір заңға өзгерістер енгізіліп, біз табыс туралы анықтама сұратпаймыз. Біріншіден, екіншіден, ол табыс туралы анықтаманың 46% жоғары көрсеткіш. Сол кезде сондай патолог болса, қазір уже 55. Яғни ол көптеген зейнеткерлерге, жұмыс жасап жүргендерге көптеген тиесілі деп, тиімді деп айтуға болады. Сонымен бірге тағы да айта кететін зат, баланың 1 жасқа дейінгі жәрдемақысы. Бұрын 1 жасқа дейінгі, осы қаңтарға дейін 1 жасқа дейін төленіп келді. Мысалға айтайық, қараша айында бала дүниеге келсе, біз келесі жылдың қарашасы аралығында төлейтін едік. Қазірде де қараша айында дүниеге келетін болса, келесі жылдың біз маусым айына дейін, яғни мамыр айы аралығында төлейтін боламыз. Бұны да өзіміздің президентіміз жолдауда
айтып өзгеріс енгізген болады. Жолдау жүктеген басты міндетте турасында айттыңыз ғой. Енді жаңа зейнетақы жүйесіндегі өзгерістер туралы да тілге тиек етіп жатсыз. Дәл қазір бейнеттің зейнетін көріп отырғандар бұл зейнетақы жүйесіндегі өзгерістерге қандай пікір білдіріп жатыр? Көзқарасы қалай? Енді әйелдердің зейнет жасы деп бастадық. Енді көпшілік әйел қауымының күткені осы ма еді? Олардың көзқарасы қалай? Енді әрине әр адамның ойы да пікірі де әртүрлі ғой. Дегенмен де енді 61 жас, мен ойлаймын, 61 жас ол болады деп. Егер де 61 жас, 60 жарым, 61 жарым, 62 болып отырса, ол әр адамға әртүрлі, әр адамның денсаулығы бар дегендей, қазір таңда 20-28-ден 5 жылға дейін тоқтатып тұру, ол дұрыс шешім деп қабылдаймын. Оны енді әртүрлі адамдар айтып жатыр, біреуі дұрыс деп жатыр, біреуі бұрыс деп жатыр, қолдап жатқандар да бар. Сонымен бірге осы жаңағы жас жарымды да көп қолдап жатыр. Енді бірге болғасын айтып жатқаным ғой. Ал Айжамал ханым, өзіңіз енді әйел азаматшасы ретінде бұл жаңалықты қалай қабылдадыңыз? Енді әрине бұл жаңалық енді оңынан қабылдадық деп ойлаймын. Себебі енді деген бұған дейін енді жыл сайын 6 айдан қосылып келген болса, енді осы да енді 5 жылға тоқтатылды ғой, енді 61 жас деп белгіленді. Яғни осы 5 жыл аралығында 2023 пен 2027 жыл аралығында осы 5 жылда 61 жастан шығады. Әйел азаматтар енді өз көзқарасым енді оң, иә? Иә. Жақсы, сіз секілді көзқарас танытатын көрермендердің қоңырауын біз күтеміз. Төменде көрсетілген қымбат көрермендер ұялы байланыс желісі арқылы әлеуметтік мәселелер жөнінде өздеріңіздің көкейтесіз сауалдарыңызды қоюларыңызға үлкен мүмкіндік бар. Студиямызда әлеуметтік сала өкілдері дәл қазір тікелей эфирде. Ендеше біз әрі қарай жалғалық. Енді мемлекет тарапынан жалпы төленетін әлеуметтік төлемнің 5 түрі бар десек, енді бұл 5 түрлі әлеуметтік төлемде қандай өзгерістер бар? Өтеген Жұмабайұлы, өзіңіз әрі қарай жалғай берсеңіз болады. Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Қазіргі таңда Қазақстанда базалық, міндетті және ерікті деңгейде мемлекет пен жұмыс берушінің және жұмыскердің арасында жауапкершіліктері бөлініп, әлеуметтік қамсыздандырудың моделі жасалды. Осы модельмен төлемдер жүріп жатыр. Бірінші деңгейіне тоқталсақ, ол Қазақстан Республикасының Конституциясының аясында кепілдік берілген әлеуметтік төлемге, яғни барлық азаматтар бірдей деңгейде тағайындалып төлем алады. Екінші деңгей бұл еңбек өтіліне және еңбек ақысының мөлшеріне қарай төлем алады. Үшінші деңгейіміз ол ерікті және кәсіптік жинау және сақтандыру жарналарына байланысты төлем, әлеуметтік төлемдер алады. Осы деңгейде тоқталып өтейін, мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры бір әлеуметтік аударымдарды жинақтайды және әлеуметтік тәуекел жағдайлар туындаған жағдайда төлем тағайындап, және соның төлем алушылар, жұмыс жасайтын төлем алушылардың алуын қадағалайтын заңды тұлға болып отыр. Бұл міндетті әлеуметтік сақтандыру қоры 2005 жылдан енгізіліп, және жұмыс істеп халықты әлеуметтік қорғаудың қосымша түрі болып саналып келе жатыр. Қазіргі таңда жаңа өзіңіз айтып тұрсыз, 5 әлеуметтік түрі бар. Бұл еңбекке қабілеттілігінен айырылуы, және асыраушысынан айырылуы, жұмысынан айырылуы, жүктілігіне және босануына байланысты табысынан айырылған жағдайда, және бала күтіміне байланысты табысынан айырылғанда, осы 5 жағдайда тәуекел туындағанда төленетін төлемдер бар. Қазіргі таңда жыл сайын осы төлемдерге арттырулар жүргізіледі. 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап 8,5%-ға арттырулар жүргізілді. Және мына жерде тоқталып өтетін екі мәселе бар. Бұл біріншіден жұмыстан айырылуы байланысты күні кешеге дейін орташа айлықтың 40% есебінде төленіп келе жатыр еді. Яғни 1 қаңтардан бастап сол 40-45%-ға өсті. Және бала күтіміне байланысты, ол енді бәрімізге мәлім, жұмыс табысының, орташа айлық табысының 40% солай қалды, бірақ жас мөлшері 1,5 жасқа ұлғайтылды. Енді бала туғаннан 1 жасқа дейін емес, 1,5 жасқа дейін төленеді. Бізде жаңалықтар енді осы. Негізгісі осы, иә? Негізгісі осы. Қазіргі таңда бізде 43.700-ден аса төлем алушылар бар. Мына жерде тағы айтып кететін жағдай, осы сақтандыру қорына төленетін жарналар ай сайын түсіп келеді. Яғни бұның ай сайын түсіп, және толықтай түсуін әр жұмыс істейтін халқымыз біздің қадағалап отыруына, бұл төлемнің ұзақтығына және мөлшеріне
маңызы өте зор. Әрине. Енді президент баса айтқан өзгерістердің бірі бұл бала күтімімен отырған жас аналар, жалпы аналарға 1 жастан 1,5 жасқа дейін әлеуметтік төлемнің ұлғайтылуы болды ғой. Енді көпшілік осы тұста түсінбей, аң-таң болғаны рас. Мәселен, 22 жылдың соңғы айларында дүниеге бала алып келдім, демек мен бала күтімі бойынша берілетін төлемді 1,5 жылға дейін аламын деген енді жауабы жоқ сауалдар болды. Осы орайда нақты айтып өтейікші. 2023 жылдан басталады ғой, төлем? Баланың жасы 31 желтоқсанда туған бала, сол ілігет 1,5 жыл жасқа ұзартылады жасы. 1 қаңтар 23 жылы 1 қаңтар 22 жылы дүниеге келген бала ол ілікпейді. Ілікпейді, иә. Тек желтоқсан айының соңғы күндері деп отырсыз, иә? Яғни толықтырсаңыз болады. Яғни 2023 жылдың 1 қаңтарда жағдайы бойынша балалары бірге толмаған алушылар, яғни олар ілінеді. Яғни солардың төлемдеріне жаңағыдай автоматты түрде ұзарту жүргізілді. Нақтырақ айтатын болсақ, облыс көлемінде республикалық бюджеттен төленетін бұл жұмыс істемейтін ата-аналарға төленеді. Яғни бұл орайда 3300-ден астам алушылардың төлемдеріне ұзарту жүргізілді. Автоматты түрде жүргізілді. Тағы да қайталап өтем, ешқайда барудың қажеті жоқ. Мысалы, айта кетейін, егерде мысалы түсінікті болу үшін 2022 жылдың айталық 30 желтоқсанында бала бірге толып кетті. Бұл отбасының құқығы ары қарай жоқ, ары қарай ұзартылмаймыз, себебі 2023 жылдың 1 қаңтардағы жағдайы бойынша бала бірге толмаған болуы керекті. Бұл орайдан бала желтоқсанда бірге толуына орай, себебі бұл норма заңды күшіне 2023 жылдың 1 қаңтарынан енеді, сол себепті. Сонымен қатар бұл аталған норма жұмыс істейтін және жұмыс істемейтін ата-аналарға қолданылады. Басқа енді мана жоғарыда атап өттім. Енді бұдан өзге тағы айтқым келеді, бұған қосымша осы бала күтімімен үйде жаңағыдай күтіммен айналысып отырған ата-ананың біреуі жұмысқа шыққан жағдайда, енді қайсысы, енді анасы немесе әкесі енді күтім жасап отырған ата-ананың біреуі жұмысқа шыққан жағдайда төлем, күтім бойынша төлем ол тоқтатылады қазіргі қолданыстағы заңнама бойынша. Ал бізде енді алдағы уақытта осы 2023 жылы енді әлеуметтік кодексі қарастырылып жатыр, қазір әлеуметтік кодекстің жобасы. Енді сол заң әлеуметтік кодекс қабылданғаннан кейін бұл төлем, яғни ата-ана жұмысқа шыққан жағдайда тоқтатылмайды, ары қарай жүргізіледі, бірақ республикалық бюджеттен берілетін мемлекеттік жәрдемақының мөлшеріне сәйкес төленеді. Жақсы. Енді осы орайда ата-аналар өзінің көкейіндегі сауалдарға жауап алды деген ойдамыз. Ал егер жауапқа қанағаттанбасаңыз, тікелей қоңырау шалып қоюларыңызға мүмкіндіктеріңіз бар. Енді үкімет тарапынан жалпы республикалық деңгейде, жергілікті деңгейде әрине әлеуметтік осал топтағыларға дейміз, және де жоғарыда аталған санаттағыларға да жыл сайынғы қолдау артатынын айттық. Енді жалпы тағы бір қолдаудың бірі бұл атаулы әлеуметтік көмек қой. Осы орайда Тұрсынбек мырза, жалпы жергілікті деңгейде атаулы әлеуметтік көмек биыл жалғасын таба ма, және де 2023 жыл қанша отбасыға тағайындалмақ, былтыр қанша отбасыға берілді көмек? Қайырлы кеш, облыс тұрғындары. Баршаңызды келіп жеткен жаңа жылмен құттықтаймын. Атаулы әлеуметтік көмек бұрынғыша сол қалпында тағайындалатын болады. Яғни облыс тұрғындары атаулы әлеуметтік көмек алушы 90 сайын өздеріңіз өтініш білдіру арқылы атаулы әлеуметтік көмекке тапсыра аласыздар. 2022 жылдың қорытындысына сәйкес 3925 отбасыға 21020 адамға атаулы әлеуметтік көмек тағайындалып төленді. Бұл 2022 жылдың қорытындысына сәйкес. Енді атаулы әлеуметтік көмек алатын отбасылардың балаларына берілетін кепілдік берілген әлеуметтік топтама, яғни 1 жастан 6 жасқа дейінгі берілетін топтама осы 2023 жылы монетизациялайын деп жатыр. Яғни бұл өзгеріс осы атаулы әлеуметтік көмектегі бұрын осы кепілдік берілген әлеуметтік топтама балаларға азық-түлік, гигиена құралдары арқылы берілетін болса, қазір осы көптеген ата-аналардың бізге түскен өтініштеріне сәйкес осы әлеуметтік кодекс аясында қаралып қабылданды. Енді яғни 2023 жылдан бастап 1,5 МРП көлемінде әр балаға осы кепілдік берілген әлеуметтік топтама ақшалай күйінде беріледі. Яғни атаулы әлеуметтік көмектің ақшасы бөлек жүреді. Сосын соған қосымша тағы да осы кепілдік берілген әлеуметтік топтама
енгізілетін болады, ақшасы төленетін болады. Сонымен қатар осы 2022 жылдың 1 қыркүйегінен бастап отбасының цифрлық картасы іске қосылды. Облыс тұрғындарына ақпарат ретінде. Бұл бойынша облыс көлемінде әлеуметтік көмекке мұқтаж азаматтардың жағдайы зерделенді. Қазіргі таңда да қаралып жатыр. Соған байланысты әлеуметтік көмектің 11 түрі бар. Осы 11 түріне сәйкес облыс тұрғындарына SMS жіберіледі 14-14-тен. Осы SMS хабарламаға облыс тұрғындарының ішінде әлі де жауап бермей жатқандар бар. Бұл негізгі мақсатында облыс тұрғындарының әлеуметтік көмекті үйде жатуға өтініш білдіру арқылы тағайындау. Бұл жоба қазіргі таңда толыққанды жұмыс істеп жатыр. Алайда облыс тұрғындарынан сұрайтынымыз 14-14-тен осы әлеуметтік көмекке өтініш білдіру арқылы SMS келетін болса, жауап берулеріңізді сұраймын. Менің қысқаша осы айтып кететінім. Жоғарыда аталған SMS хабарлама келген сәтте бейжай тарамауын өтініп тұрсыз ғой енді осы орайда. Бұл енді қағаз бастылықтан арылып, жүріс-тұрысты азайтып, тікелей үйден шықпай-ақ әлеуметтік төлемге қол жеткізудің оңай бір тетігі, оңай бір жолы. Жақсы. Жауабыңызға рахмет. Енді осы орайда атаулы әлеуметтік көмек алуда көпшілік тұрғындардың әуре салсанға түсетіні анық. Енді атаулы әлеуметтік көмек маған тағайындала ма? Және қандай құжаттар тізбесі қажет? Жалпы қай санаттағыларға тағайындалады деген сұрақ айналып өтпейді бізде. Атаулы әлеуметтік көмек бұл облыстың жағдайы, былайша айтқанда, төмен отбасыларына тағайындалады. Бұған ешқандай да бөліп жаратын категориясы жоқ. Әр азамат өзінің отбасының атынан, өзінің атынан өтініш білдіре алады. Қазіргі таңда енді цифрланған заман ғой. ЕГОП порталы арқылы өтініш білдірсе болады өзінің ЕЦП кілтіменен. Болмаса жұмыспен қамту орталықтарына барып тапсырса болады. Ал егер де оған жағдай келмейтін болса, ауылдық әкімдіктерге барып өтініш білдіру арқылы атаулы әлеуметтік көмек ала алады, егер де тиесілі болған жағдайда. Енді бұл қысқаша айтып кетейін. Бұл енді қазіргі таңда кедейшілік шегімен есептеледі. Атаулы әлеуметтік көмек облыс бойынша 90-на ең төмен күнкөріс деңгейі бекиді. Соған байланысты осы ең төмен күнкөріс деңгейінің 70% бұл кедейшілік шегі болып аталады. Егер де отбасының алдыңғы 90 отбасына кірген табыстар осы кедейшілік шегіне жетпеген жағдайда, әр отбасына осы кедейшілік шегіменен отбасының табысының аралығындағы айырмашылықты әр отбасы мүшесіне тағайындалады. Жаңағындай кепілдік берген әлеуметтік топтама дегеніміз, бұл сол отбасылардағы 1 жас пенен 6 жас аралығындағы балаларға берілетін көмектің түрі әлеуметтік. Жақсы. Табыс есептеледі. Кіріс шығыс барлығы да есепке алынады. Әрбір тиын, әрбір теңге маңызды. Жақсы. Енді қысқасы атаулы әлеуметтік көмек көпшілікті әлекке салғызбай, тиісті деңгейде жетсе деген тілегіміз бар. Әлеуметтік төлем мөлшері артты. Біздің бүгінгі тақырыбымыз осылай аталады. Енді қымбат көрермендер, биылғы жылдағы өзгерістер турасында біз әңгіме қозғап жатырмыз. Қаңтардан бастап ең төменгі жалақы мөлшері 70 мың теңге болды. Айлық есептік көрсеткіш 3450 теңге болып бекітілді. Енді осы орайда Жамал Жақпайқызы, бүге-шүгесі жеке-жеке айтып берсең, жаңа жылдан бастап көп балалы отбасыларға арналған жәрдемақы мөлшері де өсті деп жатырмыз ғой. Енді 1 баласы бар, 4 баласы бар, 5 баласы бар отбасыларға бір жеке-шелеп айтып өтсек, осы орайда пайызбен, нақты сомамен. Рахмет сұрағыңызға. Енді көп балалы баршаңызға белгілі, көп балалы отбасыға берілетін жәрдемақы ол отбасының табысына қарамастан төленеді. Бұл жәрдемақы 2020 жылдың 1 қаңтарынан енгізілді. Яғни жаңағыдай бала санына қарай сараланған мөлшерде төленеді. Нақтырақ атап айтатын болсақ, бұл жерде енді аты айтып тұрған бірге тұратын 4 және одан да жоғары балалары бар отбасы, яғни оның ішінде егерде кәмелеттік жасқа толмаған балалары, сонымен қатар кәмелеттік жасқа толғаннан кейін балалары күндізгі оқу нысанында, яғни очный дейміз ғой, яғни оқу орындарында оқитын отбасылар көп балалы отбасы болып табылады. Яғни 23 жасқа дейін оқитын болса, балалары сол есепке алынады. Әңгімеңізді бөлуге тура келеді, өйткені тікелей эфирде хабарласқан көрермен бар екен. Қабылдайық. Кеш жарық, сіз тікелей эфирдесіз, қымбат көрермен. Мен мына передачаны қарап отыр едім, сол бір сұрағым бар еді. Қойыңыз. Айта беріңіз. Қымбат көрермен, қандай сұрақ? Айта берсеңіз болады, тыңдап тұрмыз.
Алло. Байланыстасыз ба, көрермен? Жақсы. Алдағы уақытта байланыс түзеліп қайта хабарласуыңызға болады. Жалғастыра берейік. Енді жаңа жоғарыда атап өттім ғой, жаңа сараланған мөлшерде төленеді бала санына қарай, яғни егерде отбасында 4 бала болатын болса, 4 балаға 55.304 теңге. Осы 2023 жылы 1 қаңтардан бастап мөлшері 55.304 теңгені құрады. 5 баласы бар көп балалы отбасыларға 69.138 теңге төленсе, 6 баласы барларға 82.973, 7 баласы барларға 96.807. Әрі қарай 8 және одан да көп балаға әрбір балаға 4 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде төленеді. Бұл енді көп балалы отбасыларға төленетін ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақы. Бұл жәрдемақы енді жоғарыда атап өткендей, үлкен баласы 18 жасқа толғанға дейін төленеді. 18 жасқа толғаннан кейін егерде жаңағыдай оқу орындарында оқыған жағдайда күндізгі бөлімде әрі қарай бала оқу бітіргенше, яғни 23 жасқа дейін төленеді. Жақсы. Енді Маңғыстау өңірі, оның ішінде мынау бала көрсеткіші бойынша алдыңғы қатарда бірінші жылдан бері келе жатыр, үздік рекордтық көрсеткіш. Енді осы жағдайды ескере отырып, Маңғыстау өңіріндегі бала туу санының көпшілігін ескере отырып, енді көп балалы отбасыларға, әрбір балаға да берілетін жәрдемақының жайы туралы әңгімелеп жатырмыз. Жақсы, рахмет. Жалғастыра қарай енді зейнетақы тақырыбына қайта оралайықшы. Ұлан мырза, жоғарыда енді әйелдердің зейнет жасын қозғадық, 61 жас болып бекітілді. Биыл нақты 2023 жылы 61 жасқа толатын әйел азаматшылар кімге қайда хабарласу керек, құжаттар тізбесімен сандалып қалатындар көп осы орайда. Сұрауыңыз өте орынды. Бұл бойынша әрине әйел азаматшалар зейнет жасына толғанға дейін 2 ай бұрын халыққа қызмет көрсету орталық бөлімдері бар, барлық аудан қалаларда сол бөлімдерге барып, әлеуметтік қамсыздандыру бөлімі бар ішінде, сонда барып құжаттарын тексертуге болады. Яғни еңбек кітапшасын тексеріп, ондағы мөлдер көріне ме, жазбалары дұрыс па, немесе бұрынғы жасап отқан, біз айтып отырмыз, манада мен айттым ғой, еңбек жұмыс орнынан табыс туралы анықтама сұратпаймыз. Себебі біз қазір таңда әлеуметтік аударымды, зейнетақылық аударымын, әлеуметтік сақтандыру қорының аударымын барлығын базадан қарайтын боламыз. Яғни сол кезде базаға салғаннан кейін электрондық түрде ол адамның тиімділігі көрсетіледі. Қай жылдар аралығында ол адамға тиімді. Зейнетақы бойынша осы халыққа қызмет көрсету орталықтарына баруы керек 2 ай бұрын зейнет жасына толғанға дейін. Себебі ол адамның құжаттары толық болмауы мүмкін. Немесе еңбек кітапшасында жаңағы фамилиясы дейміз, тегі ауысқан болар. Сол бойынша да. Немесе бұрын басқа жерде жұмыс жасаған болып отса, бізде енді өздеріңіз білесіз, енді 90% қандастар қоныстанған елді мекен болғандықтан Түркменстан, Өзбекстан, Қарақалпақстан көпшілігі бізде сол жерден келіп жатыр. Сол азаматшалардың құжаттарын түзеу мақсатында ертерек келіп, жолығып, әрі қарай зейнет жасына келген кезде зейнетке тапсырылатындай қылып. Ең басты уақыт өтпеу керек. Уақыт өткізбей, тапсыру. Тағы хабарласқан тағы да көрермен бар екен. Байланысайық, тікелей эфирдесіз, кеш жарық. Алло, сәлеметсіз бе, қымбат көрермен? Алло, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сұрағыңыз болса, қойсаңыз болады. Мүгедектігі бар. Сәлеметсіз бе? Мүгедектігі бар. Жақсы. Қосқаныңызға. Мүгедектігі бар және асыраушысынан айырылған жағдайда төленетін жәрдемақының мөлшерінде өзгеріс бар ма дейді. Әрине, бұл жерде атап өтейін, енді бір жәрдемақы енді айлық есептік көрсеткішке тәуелді болса, екінші бір жәрдемақы ең төмен күнкөріс деңгейіне байланысты. Енді бұл жерде мына мүгедектігі бар балаларды тәрбиелеп отырған анаға, әкеге немесе қамқоршыға төленетін ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақы, сонымен бірге мына бірінші топтағы мүгедектігі бар адамдарға күтімді жүзеге асыратын тұлғаларға төленетін арнаулы мемлекеттік жәрдемақы, сонымен қатар мына мүгедектігі бойынша, жалпы мүгедектігі бойынша ай сайын берілетін мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылардың мөлшері бұл ең төмен күнкөріс деңгейі шамасының ұлғаюына байланысты арттырылды. Мысалға тоқталып өтейін, бірінші топтағы мүгедектігі бар адамдарға күтімді жүзеге асыратын немесе мүгедек баланы тәрбиелеп отырған ата-анаға берілетін жәрдемақылардың мөлшері былтыр 2022 жылы оның мөлшері 52.345 теңге болған болса,
биыл енді 1 қаңтардан бастап бұл көрсеткіш 56.794 теңгеге өсті. Яғни 56.794 теңге төленеді. Бұл жерде сонымен қатар тоқталып өткім келеді. Бірінші топ, 3 топқа бөлінеді ғой. Бірінші топ, екінші топ жалпы ауру негізінде бірінші топтағы мүгедектердің жәрдемақыларының мөлшері 77.889 теңгені құраған болса, екінші топтағы оларға 62.068 теңге, ал үшінші топ 42.190 теңгеге өсті. Жақсы. Жауабын алды деген ойдамыз. Кезекті көрермен тағы да желіде. Қабылдайық. Эфирдесіз, қымбат көрермен. Мен оралманмын да, Қарақалпақстаннан келдім. Ол жақта 30 жыл стажым, мына жақта 3 жыл стажым бар. Пенсиям бірақ аз. Ол көбейе ме? Сұрақ түсінікті ме? Сұрақ түсінікті, Жақсы, жақсы жауап берейін. рахмет. Қандаспын дейді? Бұл кісінің сұрағы енді толық нақты емес, бірақ дегенмен де өзім ой пікірімді айта кетейін. Бұл кісінің айтуы бойынша мен 3 жыл мұнда жұмыс жасадым деп отыр. 30 жыл Қарақалпақстанда жұмыс жасадым деп отыр. Ол енді зейнет жасынан шыққан болып тұр ғой, себебі зейнетім аз деп тұр, зейнеткерлік пенсиям аз деп отыр ғой. Сол мақсатта бұл енді ол кезде 30 жыл, енді біздер манада айттық қой, 98 жылға дейін еңбек өтілін есептейміз, 98 жылға дейін есептейміз. Сол себеп оның еңбек өтілін растайтын құжаттар әкелмеген болар. Әкелген жағдайда жаңа аз деп отыр ғой, ол зейнетақы көлемі барлықтарына 5% барлығына бірдей өсті қазіргі таңда. Ал базалық зейнетақы ол еңбек өтіліне байланысты, яғни ең төмен күнкөріс деңгейі өзгертіп отырмыз ғой жаңа. Егер де ол кісіде 10 жыл одан төмен болса, ол кісі уже енді 60%-ын алатын болады. 54% емес, 60%-ын алатын болады. Алады, иә? Жақсы. Біздің 5 баламыз бар, алды 3 оқиды, соңы 5 айлық жұмыста жоқпыз, үй жалдап тұрамыз, атағымызда еш зат жоқ, тек баланың 69 мың ақшасына күн көріп отырмыз. Қандай әлеуметтік көмек тиесілі бізлерге дейді? Отбасында қанша адам? 5 балам бар дейді. Жаңа мен айта кеткен атаулы әлеуметтік көмекке тапсырып көрсе болады, ешқандай көмек алмайтын болса, тек қана көп балалы алатын 69 мың теңге қаражатын аламын деп отыр ғой. Яғни бұл жерде 69 мыңды бұл жан басына шаққан кезде бұл кісілерге атаулы әлеуметтік көмек тиесілі болады. Егер де бұл бірақ атаулы әлеуметтік көмек тиесілі болған жағдайда біз біріншіден документтің барлығын тексергеннен кейін бұлардың үйіне учаскелік комиссия жіберетін боламыз, отбасылық жағдайын қараймыз, қосымша кіріс табыстары жоқ па, мысалға кейбір отбасылар болады, қол өнерімен айналысып соларды сататын секілді, басқа да қосымша табыстары жоқ па деген секілді зерделейміз. Егер де сол комиссияның қорытындысына сәйкес атаулы әлеуметтік көмек тиесілі деген жағдайда бұл кісілерге көмек көрсете аламыз. Енді жазған хатына қарасақ, 5 баламыз бар, үй жалдап тұрамыз, атағымызда еш мүлік жоқ дейді, тек 69 мың әлеуметтік көмекке күн көріп жатырмыз. Демек, сөзіне сенсек тиесілі, атаулы әлеуметтік көмек. Толық қайда хабарласу керек? Құрметті көрермен, бұл үшін өзіңіздің жаңағыдай ЭЦП кілтіңіз арқылы, ЕГО порталы арқылы өтініш білдірсеңіз болады, немесе тұрғылықты мекен жайыңыз бойынша жұмыспен қамту орталығына, болмаса әкімдіктерге өтініш білдіру арқылы сіз осы атаулы әлеуметтік көмекке өтініш білдіре аласыз. Яғни атаулы әлеуметтік көмекке өтініш білдіргеннен кейінгі процесті сізге айтып түсіндірдім. Соған байланысты қазір сіздің айтқан әңгімеңізге байланысты қараған кезде сізге әлеуметтік көмек тиесілі. Жақсы. Рахмет деп кер жауабын қалдырып жатыр. Жақсы, жауабын алды. Енді әлеуметтік сала жөніндегі тақырып қозғалса, мен үнемі келетін спикерлерге қоятын сауалым болады. Енді жалпы әлеуметтік төлемдерді өз деңгейінше, өз тиісінше беріліп жатыр, төленіп жатыр. Дегенмен де бірнеше жылдан бері әлеуметтік төлем алып келіп, жағдайы оңалып, өз ісін бастап кеткен жандар бар ма бүгінгі күні өңірімізде? Әлеуметтік жәрдемақы былайша айтқанда аяққа тұрғанша мемлекеттің бір көмегі, жалпы жанұялар бар ма? Өтеген мырза, сіз не айтар едіңіз? Жағдайы оңалып, мен әлеуметтік төлемге мұқтаж емеспін, жағдайым жақсарды, енді қажет етпеймін деген. Жоқ па? Біздің жағдайда тоқталып өтсек, бізге оған байланысы жоқ. Бізде мүгедектігінен айырылған жағдай төлейміз. Ол енді міндет түрде. Асыраушысынан айырылуына міндет түрде. Жұмысынан айырылса,
6 ай міндетті түрде төлейміз. Және ол 6 ай бітіп жұмысына тұра алмай қалған жағдайда қайтадан шағымданса, сол ай төленген айына жаңағы 12 ай өтілін алып тастап қайта төлейміз. Және мына босануына байланысты ол да міндетті түрде. Бала күтіміне байланысты ол да міндетті түрде. Сондықтан біздікі айту қиын. Енді Айжамал ханым, сіз қалай жауап берер едіңіз? Енді мына бізде енді республикалық бюджеттен төленетін болғасын, ол бәрі бұл енді бұл сұрақ көбіне Тұрсынбектің Атаулы сұрағына әлеуметтік көмектен бас тартып, біздің жағдайымыз жақсарды, шүкір, сіздерге үлкен рахмет, жағдайымыз оңалды, бизнесімізді бастадық, үйлі болдық деген сынды үкіметке рахмет дейтін жанұялар кездесе ме бізде? Жоқ, біздерде облыста бұндай тұрғындар бар. Бар, иә. Біздерде мына әлеуметтік көмек екі бағытта жүреді, шартты және шартсыз болып. Яғни шартсыз бұл, яғни еңбекке жарамсыз адамдар, ешқандай да ол кісілерге ешқандай да шарт қойылмайды. Олар әлеуметтік көмекті ала береді. Еңбекке жарамды адамдар біздерде міндетті түрде жұмыспен қамтылу керек. Себебі енді былайша адами тұрғыдан қарағанда да отбасын асырау қажет қой. Біздерде яғни кедейшілік шегі, соған табысымен теңестіріп беруіміз қажет. Біздің көмектің тарапы осы. Біздер осындай қысқаша бір мерзімде біз әлеуметтік көмекті көрсетеміз. Кейіннен өзі отбасылар жұмысқа тұрып, отбасының жағдайы жақсарғаннан кейін атаулы әлеуметтік көмектен былайша өткенде бас тартады өздері. Кездесті, тәжірибеде бар. Бізде тәжірибеде ондай өте көп. Жақсы, енді сұрағыма жауабымды алдым. Енді мемлекеттің атынан берілетін жәрдемақылармен уақытша күн көріп, аяққа тұрғанша енді жағдайымыз жақсарды дейтін жанұялар бар. Оның қатарында жыл санап көбейе берсін деген тілек бар. Ал кезекті көрермен тағы да бір қабылдайық. Тікелей эфирдесіз, қымбат көрермен, сауалыңызды қойсаңыз болады. Біз сізді тыңдап тұрмыз, тікелей эфирдесіз. Кеш жарық. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Сұрағыңыз болса, қысқа нұсқа қоюыңызға болады. Мен екінші группа инвалидте едім да. Айта беріңіз. Ақтау қаласында тұрамын. 3 қызым бар, 2 қызым мектепте оқиды, 5 жаста. Үкіметтен ешқандай көмек болмайды, тек қана пособие аламын да. Сосын әке-шешеммен бірге тұрамын, өзім пособие аламын, кейінше бюджет мекемесінде 67 мың айлық алады. Соны мен айтайын деп едім, ешқандай бала-шағама ешқандай жаңағыдай пособие не ештеңе бермейді. Соны білейін дегенім, тек көпбалалы анам асыраушы мүгедек адамдарға да бір бала, 2 бала білмей, жаңағы неге қарамай, сондай көмек берсе деген өтініш. Кері сұрағыңыз бар ма көрерменге, қымбат спикерлер? Сауал түсінікті. Сіздер әлеуметтік көмекке тапсырып көрдіңіздер ме? 5 жыл өтті, әлі жылқының комиссиясына өтем, неге шығармайды, постоянно келеді. Жақсы. Қымбат көрермен, әлеуметтік төлем алуға өтініш білдіріп пе едіңіз? Атаулы әлеуметтік көмек. Сосын деген жаңағы өтініш білдіріп, әке-шешемнің пенсиясы бар, жаңағы жолдасымның айлығына менің пособиямды естіп асып кетіп тұр деп бермейді олар. Бір жылда беретін жаңағыдай көмекті де асып кетіп тұр деп бермейді. Сосын жаңағы инвалидскийге сұрайын деп едім, мен ауырғанда 15 болып, бірақ та группаларына 5 болып, әлі жыл сайын больницадан өтем, комиссияға барам, сөйтіп әлі жүрміз. Сол бойынша білейін. Жақсы, рахмет хабарласқаныңызға, алғыс білдіреміз. Енді бұл көрермен секілді бізге хабарласпай қалған қаншама, хабарласып қоңырауын ала алмай жатқанымыз қаншама, енді жауап берейік. Біз жаңағы көрермен әлеуметтік көмекке тапсырып көрдім, бірақ былайша айтқанда бас тартылды деп тұр ғой. Табыс артып тұр. Біздерде атаулы әлеуметтік көмекке тапсырған кезде отбасынан кіретін табыстарды есептейміз. Яғни бұл кісінің жаңағы жұбайының табысы және өзінің жаңағындай мүгедектігіне байланысты алатын жәрдемақысы, әке-шешенің жәрдемақысы деген сияқты. Осы отбасылардың барлығының жәрдемақысын қосқан кезде жаңағындай кедейшілік шегінен, жан басына шаққанда кедейшілік шегінен артып кеткен жағдайда өкінішке орай әлеуметтік көмекке тағайындалмайды. Бұл кісінің айтуы бойынша отбасының табысы осылай асып кеткен секілді. Енді қайтпек керек, қалай көмектесе аламыз? Жаңа тағы да бізде көмектің түрі бар, жылына бір рет берілетін бір жолғы көмек деген. Бірақ ол жаңа бізге хабарласқан азамат жігіт онда айтып өтті. Оған да тапсырып көрдім, одан да менің табысым асып кетті. Нәтижесі. Былайша айтқанда отбасының енді облыста қаншама тұрғын бар.
Сорға қарағанда отбасының табысы жоғарылау болып тұрған секілді. Жақсы, қысқаша жауап осы ғой, иә? Менде қосымша мүгедектікке байланысты толықтырып өтейін. Жаңа сұрап жатыр ғой, енді жаңа бессрочный мерзімсіз қашан беріледі деп те, жалпы мүгедектіктің мерзімі 6 ай, 1 жыл, 2 жыл және 5 жыл, сосын әрі қарай мерзімсіз. Яғни бессрочный дейміз, осындай мерзімге беріледі. Енді ол бессрочный алу үшін, нақты толық ақпаратты алу үшін біз енді 34-ші шағын аудан 14-ші үйде орналасқанбыз. Сол жерге келіп, нақты білсе сұрағын қойып, себебі қазір ол ауызша 5 жыл деп айтып отыр, себебі 5 жылдан 6 жыл тіркелген болу керек, мүгедектігі 6 жылдан асу керек та. Енді бұл азамат қазір 5 жыл деп тұр ғой. Жалпы толық ақпаратты алу үшін осы 34-ші шағын ауданда орналасқан 14-ші үйге келіп, осы біздің мекемеміз еңбек және әлеуметтік қорғау комитетінің Маңғыстау облысы бойынша департаменті, сол жерде біздің дәрігерлер, мәс бөлімінің, медициналық әлеуметтік сараптама бөлімшелері бар, дәрігерлер бар, солар нақты жауап береді. Онлайн байланыс бар ма? Онлайн байланыс, біз әлеуметтік желіде бар, Инстаграм парақшамыз бар, Фейсбукта бар, сол сайт бар, сол жаңа біздің мекеменің атауын терсе, бәрі шығып тұр. Шығады, яғни. Немесе кері өзі байланыс өзінің ұялы телефонын қалдырса болады, сол телефонға хабарласып нақтырақ айтатын боламыз. Жақсы. Кезекті көрерменде байланысты енді өзектілігін жоймайтын мәселеге қатысты өздерінің көкейтесіз сауалын қоюға асық көрермендер легі көбейіп кетті. Қабылдайық. Кеш жарық, тікелей эфирдесіз. Сәлематсыз ба? Мен Ақтау қаласының тұрғынымын. 4 баламын. Күйеуімнің жалақысы 150 мың. Өзім үйдемін, қазір 4 балаға 1 мың теңге аламын. Сондай жетістік. Маған жаңағы неге арыздандым. Саған ешқандай түсінбейді деп сөйлейді. 4 балаңыз бар, иә, жолдасыңыз жұмыс істейді, 150 мың теңге табыс табады, дұрыс қой? Иә. Сосын 50 мың теңге кәдімгі өзім жәрдемақымды аламын. Өзіңіз жұмыссызсыз? Иә, жұмыссыз. Жақсы. Енді атаулы әлеуметтік көмекке келіп тұр ғой, иә? Иә, атаулы әлеуметтік көмекке келіп тұр. Бұл кісінің де сұрағы. Бұл кісі жаңағындай табысын тексеру қажет. Бұл үшін біздің басқармаға немесе әкімдіктерге өтініш жазсаңыз болады. Барлық жағдайда қараймыз. Бізде былай ғой, адам өтініш білдірген кезде отбасы, яғни адам автоматты түрде біздерде база есептейді табысын кірген. МФФ-ке түскен табысын біздерде есептейді. Егер де артық болған жағдайда. Адам басына жаққанда қанша теңгеден аспау керек, нақты айтыласыз? Енді қазір біздерде бүгін осы не шықты, 4-ші тоқсанның ең төменгі күнкөріс деңгейі 57.411 теңге, 57.411 теңге. Осының 70%-ы 40.188 теңге. Біз осы егерде отбасының жан басына шаққанда табысы 40.188 теңгеден аспаған жағдайда біз сол әлеуметтік көмекті тағайындап бере аламыз. Енді 200 мың теңге бұл жанұяның табысы. Егер 6-ға бөлетін болсақ, 33.333 теңге келіп тұр. Бұл кісіге негізі егерде табысы шынайы көрсеткен болса, әлеуметтік көмек негізінен тиесілі. Жақсы. Толық ақпарат алу үшін басқармаға келсе болады, немесе өздеріңіздің тұрғылықты мекен жайларыңыз бойынша жұмыспен қамту бөлімдеріне барып ақпарат сұрасаңыздар болады. Жақсы. Енді айып етпесеңіз тағы бір көрерменді қабылдайық. Бізде хабарымыздың аяқтауына 5 минут уақыт қалды. Тікелей эфирдесіз. Кеш жарық, көрермен байланыста барсыз ба? Иә, бармын. Айта беріңіз. Ассалаумағалейкум. Сұрағыңыз бар ма? Салам, иә, сұрақ тұрады. Мен Алиса бар. Мен 1900 жылы зейнетке шыққанмын. Зейнетақыға қатын кезде 98-2000 жылы стаж әкелген. Ал мен 97 жылы уже біздің автомат жұмыс тоқтап қалған. 97 жылғы менің 27 жыл стажым бар. Ал соған қарамастан 3 жыл жоқ деп 28 мың минимальный пенсия шығарды. Енді осыны қалай жөндеуге бола ма? Ұлан мырза, түсінікті ме сауал? Сауал түсінікті. Рахмет аға, хабарласқа. Телефон тастамай тұрып, бұл кісінің телефон номерін жазып алсақ, ұялы байланыс нөмірі бар. Өзім анықтап қарап, себебі оның айтуына қарағанда менің стажымда дұрыс
есептеген жоқ деп отыр ғой. Иә. Еңбек өтіліңді дұрыс алған жоқ. Жаңағы табыс туралы анықтамамды дұрыс есептемей отыр. Маған 97, 98, 99 жылдар аралығында деп. Ол 2013-те зейнетке шығып отыр екен. Иә. Оның барлығын анықтау мақсатында сізде телефоны болса, қазір шыққаннан кейін, эфирден шыққаннан кейін өзім звондап, хабарласып, ЖСН номерін алып, ертең базадан қарап, ол кісіге толық ақпарат беремін. Жақсы. Соңғы көрерменді қабылдайық, содан соң қорытындылаймыз. Қымбат көрермен, байланыстасыз, тыңдап тұрмыз. Иә. Сәлеметсіз бе? Тыңдап тұрмыз, сұрағыңызды қойыңыз. Саламатсыз ба? Кеш жарық. Мен пенсияға 53 жасымда баламен шықтым, 5 баламен. Содан 5 жыл жұмыс жасадым, 58-ге дейін. Сол 5 жылдың ақшасын қосқан жоқ пенсияға барғанымда, пенсионный. Мұнайында. Не себептен? Не себептен? Қазір білейік. Жауап бере беріңіз. Зейнетақы қамсыздандыру туралы заңында бұл кісі 5 баламен зейнетке шықтым деп тұр ғой. Иә. Сол кезде шыққан кезде табыс туралы анықтамасын әкелген болып тапсырған болып отыр. Сол шыққан кездегі табыс туралы анықтаманы аламыз да, одан кейін ары қарай қайта есептеу оған жүрмейді заң бойынша. Сол себеп қай кезде басында шықты? Мысалға айтайық, ол 2013-те зейнетке шықты, 2018-де зейнеткерлік жасқа толды 58. Мысалға айтып отырмын. Сол кезде 2013-те шыққаны, басында шыққаны зейнет мекемеден, яғни табыс туралы анықтаманы алып келді, сол бойынша біз есепке алдық. Ол бойынша өзгерістер болмайды ешқандай. Жақсы. Енді бізге хабарласқан көрермендерге алғыс білдіреміз. Енді уақыттың қысқалығына байланысты көпшілік көрермендердің қоңырауын қабылдай алмадық. Бізге берілген 50 минут уақыт өз мәресіне жетуге жақын. Енді хабар соңында әлеуметтік төлем мөлшерінің артуына байланысты тақырыпты қысқа нұсқа қорытындылайық. Көрермендерге айтарыңыз болса, бір ауыз сөз. Тұрсынбек, өзіңіз бастайық. Құрметті облыс тұрғындары, қазіргі таңда өздеріңіздің өтініштеріңізге байланысты жаңа өзгерісті айта кеттім. Кепілдік берілген әлеуметтік топтама 1,5 МРП көлемінде монетизацияланатын болады. Яғни бұрынғыша азық-түлік немесе егіс заттарымен табысталынбайды. Тек қана ақшалай көлемде өздеріңіздің әлеуметтік көмектеріңізге қоса берілетін болады. Сол себепті қосымша түсінбеген сұрақтарыңыз болса, өздеріңіздің жергілікті әкімдіктеріңізге немесе жұмыс қамту орталықтарына жүгінсеңіздер болады. Айжамал ханым. Иә, рахмет. Енді көптеген тақырыптар енді қозғалды маған. Дегенмен де осы тікелей эфирде қойылмаған енді көптеген көрерменнің көкейтесті сұрақтары қалып қойған болса, енді әлеуметтік желіде, Instagram, Facebook парақшаларында да бармыз. Сол жерден өздеріңіздің сұрақтарыңызды қойсаңыздар да болады, немесе мен жоғарыда атап өткенде мекенжайға келіп, сұрақтарыңызды тікелей қоюыңызға болады. Немесе бізде сайтта телефон номерлері көрсетілген, сол менің ұялы телефоным көрсетілген, сол ұялы телефоныма соғып, нақты жауабын алсаңыздар болады. Ұялы телефон номері интернетте, әлеуметтік желіде, барлық жерде жазылған. Жақсы. Енді Ұлан мырза, Өтеген мырза, 1 минут уақытымыз қалыпты. Қысқа нұсқа көрермендерге айтар. Тілек болса, ұсыныс болса. Тілегіміз жұмыс беруші мен жұмыскер жұмысқа шыққанда міндетті түрде өздерінің әлеуметтік аударымдарын, зейнеткерлік аударымдарын тексеріп тұрса екен деймін. Жақсы. Ұлан Серікбайұлы. Көрермендерге айтарым, халыққа қызмет көрсету орталығына бармай, жаңа айтқандай, Маңғыстау бойынша бала туу саны 3-те тұрмыз ғой. Бала туған жағдайда баланы жасқа дейінгі жәрдемақысын кәсіби халық қосымшасы арқылы тағайындауына болады. Яғни ол бармай-ақ, үйде отырып тағайындауына болады. Жақсы. Ең басты тілек өңір жұртшылығының, ел халқының әлеуметтік жағдайы жақсарып, еліміз жаңа Қазақстанның ертеңі жарық болсын. Енді жоғарыда аталған санаттағы азамат-азаматшаларға әлеуметтік төлемдер тиісті деңгейде әрі қарай да жалғаса беретін болады. Ең бастысы шарапатын көріңіздер. Бүгінгі айтарымыз осы. Қымбатты студия қонақтары, уақыт бөліп келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Жаңа жыл тағы да құтты болсын. Аман болыңыздар.